Түркістан қаласы 2 күннен кейін түркі мемлекеттері ұйымы басшыларының бейресми саммитін қабылдайды. Бұл түркі әлемі үшін тарихи оқиға. Маңызды саммиттің өтетіні туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев наурыз айында Түркістан өңіріне жасаған жұмыс сапарында мәлімдеген еді. Қасиетті қаладағы маңызды кездесуге дайындық туралы өңірдегі әріптесім айтып береді. Биылғы бейресми саммиттің Түркістанда өтуі кездейсоқ емес. Түркі халықтарының рухани тамырын тоғыстырған көне шаһар бүгінде түркі әлемінің маңызды мәдени және саяси орталықтарының біріне айналып келеді. Қазір қала аса маңызды жиынды өткізуге қорытынды дайындықты пысықтап жатыр. Қазір қаламызда барлық қонақтарды күтуге сақадай дайын. Қаламыздың орталық көшелеріне 2 миллионға жуық гүлдер ектік. Қонақтарды күту бойынша орналастыру жайлары толық дайын деп айтуға болады. Қаламызда 70-ге жуық орналастыру орындары бар. Орталық көшелері, саябақтарымызды жаңартып, оларды көрікті етуге, туристерге ыңғайлы етуге жағдай жасаудамыз. Бейресми саммит мемлекет басшыларына еркін пікір алмасуға, ортақ мәселелерді талқылауға және өзара сенімді нығайтуға мүмкіндік беретін маңызды саяси алаң. Осыған байланысты киелі мекенде түркі шаңырағы аталатын арнайы кешен де салынды. Құрамына бірнеше киіз үй мен тайқазанды біріктіретін кешен Қазақстан картасының бейнесінде жасалған. Үлкен қазақша киіз үйіміз бар. Диаметр 31 метр, биіктігі 16 метр. Айналасында кіші киіз үйлер бар. Диаметр 10 метрлік, биіктігі 6 метрлік. Оның барлығы 8,5 гектар саябақтың ішінде орналасқан. Саябақтың өзі төбесіне қарағанда Қазақстан картасын бейнелейді. Ол осы Қазақстан ынтымақтың, бірліктің мекені дегенді білдіру мақсатында солай жасалынған. 9 жолдың торабында тайқазанның макеті орналастырылды. Нысанның биіктігі 10 метрден асады. Алып тайқазан Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі түпнұсқадан 5 есе үлкен. 4 бағыттың түйіскен жерінде орналасқан композицияда түпнұсқадағы элементтер дәлме-дәл түсірілген. Ал жоғарыдан қарағанда түркітілдес мемлекеттер ұйымының туы бейнеленеді. Түркістанда өтетін түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті бауырлас елдер арасындағы бірлікті нығайта түспек. Ал бұл маңызды кездесу аясында көне шаһарға 5 мыңнан астам турист келеді деп күтіліп отыр. Гүлден Асид Расул, Мирас Ашенов, 7 арна, Түркістан.